Нарын шарындағы 60-тан ашық түтінері бар. Ынтымақ жаң қошыналарын ишенгені мына ұшыл бұлақ суысы. Чынында бұл жайқысын шар шыққанмен қышқысын тоңып, ал қосымша түйшіктерді жаратады. Чынында мұндағылар таза су тартуының әрекетін көшіп, жергілікті билік басшыларға қайырылып көрген. Бірақ азынша андан ешқандайдылы майнап шығарек. Убактысын көйін кир жуғанға жұмшыған Венера Ашырованың айтымында таза суға таңсықтық барда мұрда өзі сияқты аязат үшін екесе түйшік. Қонышта аңгексіңгілердің көптігінен аны алып келу да чоң тобакел. Ошуағырбай минтип жашы 80-ге таяған ақсақалдан тамтың басқан тестерлеріне чейін чақалап су ташуға арғасыз. Анткемнен алардын алып келгендері Алекизаматта түгөнүп, алыбыттан аққан нарын дайрасының бойындағы бұлаққа бір күнді берілі дегенде 10 жолдан келмес барып келуге тура келет. Қанша жылдан бері чоңдорға қайрылдық. Ешкімге үніміз да жетпеді. Губернаторға кирдик. Губернатор болса мэрге жұмшайды, мэр болса водоканалға түртөт. Водоканал болса мына Қытайларға түртө салып қойды. Күнді өшінтіп қолға жуйын, стиральный машинаға жуйын десең аға суны көп талап қылат екен. Қышында болса вообще су тоңып қалат бұяқта деген. Ушундай оор жагдайдан арылуунун амалын жасашкан ынтымактар ортого каражат топтошуп, аны жергиликтүү нарын суу канал ишканасына которуп беришкен. Бирок мындан деле ырыстуу пайда болбой, тескерисинче учурда же уйдан жок, же уй байлаган жиптен жок көрүнүш. 20 миңден акча чыгарып, 300 миң акчаны водоканалга которуп берген 2024 жылы. А кишилер милдетин алган. Ошерди касып суу чыгарып беребиз деп. Ошону тегине чейин касып келип, ошондон калганы мына чыгарылбай жатат. Шлангилерибиз болсо мына өзүңүздөр көрдүңүз, көмүлбөй жатат. А бул шлангилер деле уже жараксыз абалда калып атат. Күн тийгенде жарабай калат деген, бул деле жарабайт болуш керек. Өз кезегинде жогорудагы айыптар тагылган нарын суу каналы ишканасындагылар мунун баары убактылуу гана экендиктерине ишендиришет. Тек гана уштапта таза суу менен бирге эле канализация түйүнү да тартылууда. Андыктан бирок менен эки коюн атып алууга шарттар түзүлүүдө дешет алар. Эгерде азыр таза суу кире турган болсо, грунтуңар бир жагынан бузулат дагы кайра канализацияны биз тартып өтүп кеткенден кийин кайра дополнительно касыш керек болуп калат. Андан көрө муну кеңейтип касып алып туруп эле бир жагына канализацияны, бир жагына таза суун жаткызгыла дагы биротоло бир убара болгонго жараша мунун баарын бүтүрүп алгыла деп биз ошого макулдашканбыз да. Ошондой эле ынтымак жаңы конусундагыларды эски карагайларга тартылган электр чуалаларынын кооптулугу да тынчсыздандырууда. Өз күчүбүз менен, өз каражатыбыз менен ушул жерде кошуналар тартканбыз. Шамал болгондо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Талапка жооп бербейт. Бул ушул көчө, кийинки көчө ушу бир столбадан алабыз баарыбыз тең. Светти. Ар бир көчөдө бирден столба жок, баягы колдон келишинче аракет кылып эле ушундай тартканбыз. Дейинкиси чакан калаада мына ушундай кейиштеп алга кептешкен башка чөлкөмдөр да жок эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.